Қайырлы күн, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте меншік туралы ақпарат алуға тырысамыз. Жалпы меншік сөзі әрбір қазаққа түсінікті сөз болғанымен, біз бұл сөздің экономикалық анықтамасын оқуымыз қажет. Сонымен, меншік дегеніміз ол материалдық игіліктің қандай да бір санын иелігіне алу бойынша адамдар арасындағы қатынас болып табылады. Қайталаймын. Меншік дегеніміз ол зат емес. Меншік дегеніміз ол адамдар арасындағы қатынастар болып табылады. Ол жай ғана адамдар арасындағы қатынастар емес, ол затқа байланысты адамдар арасындағы қатынастар болып табылады. Яғни, меншік объектісін пайдаланудағы субъектінің құқығы болып табылады. Меншік объектісі мен меншік субъектісі дегеніміз не? Меншік субъектісі ол меншік қатынастарының активті жағы болып табылады, ал меншік объектісі ол меншік қатынастарының пассивті жағы болып табылады. Ол қалай? Меншік субъектісіне адам, отбасы, әлеуметтік топтар, ұжым, халық, мемлекет, басқару орындары жатады. Ал меншік объектісіне жер, ғимараттар, табиғи ресурстар, өндіріс құрал-жабдықтары, мүлік, ақша, асыл заттар, ақпарат, жұмыс күші, білім, бағалы қағаздар, тағысын тағы жатады. Енді меншіктің экономикалық мазмұны ол өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну қатынастарын қамтитын өндірістік қатынастар жиынтығы болып табылады. Яғни сіз иеленген затқа қатысты өндіресіз, иеленген затыңызды сіз бөлесіз, немесе айырбастайсыз. Осының барлығы экономикалық мазмұны болып табылады. Және де меншіктің заңдық мазмұны бар. Бұл меншік иесінің құқығы арқылы көрінеді. Ал меншік құқықтары ол қандай? Біріншісі, иемдену құқығы, яғни игіліктерге міндеттелінген денелік, яғни күш-қуаттылық физикалық түрде бақылау құқығы, яғни сіз ол затты иемденесіз. Екіншісі, пайдалану құқығы, ол игіліктің пайдалы қасиетін өзі үшін қолдану құқығы, яғни сіз өзіңіз үшін пайдаланасыз. Келесісі, басқару құқығы, игіліктерді қолдануды кім және қалай қамтамасыз етуді шешу құқығы, яғни сіз басқарасыз, өзіңіз білесіз. Келесісі, табысқа деген құқық, яғни игіліктерді пайдалану нәтижесіне ие болу құқығы, яғни сіз игілігіңізді, заттарыңызды пайдаланып, мысалы машинаңызбен таксовать ететін болсаңыз, содан түскен пайданы сіз өзіңіз иеленесіз, өзіңіз ие боласыз. Келесісі, ол егемендік құқығы, яғни сіз игіліктерді жатсындыру, өзгерту, тұтыну, немесе жойып жіберу құқығы, ол сіздің құқығыңызда болады. Яғни ол сіз өз затыңызға өзіңіз егеменсіз, өзіңіз егесіз деген сөз ғой. Келесісі, қауіпсіздік құқығы, яғни игіліктерді сыртқы ортаның зияндылығынан қорғау құқығы. Келесісі, игіліктерді мұрагерлікке беру құқығы. Игіліктерді иеленудегі мерзімсіздік құқығы, сыртқы ортаға зияны келтіретін әдістерді қолдануға тыйым салу құқығы болып табылады. Және де өндіріп алуға жауапкершілік құқығы, яғни қарызды төлеу үшін игілікті пайдалану құқығы. Яғни егер сіз біреуге ақша қарыз болсаңыз, оның орнына сіз өз меншігіңіздегі затты бере аласыз, егер сіз қарыз алған адам оған келіссе. Жалпы сол. Келесісі, ол қалдық сипаттағы құқық, яғни бұзылған құқықтарды қалпына келтіруді қамтамасыз ететін институттардың әрекет ету құқығы. Ол қалай? Егер сіздің меншігіңізді біреу заңсыз түрде алып қоятын болса, немесе соған ұқсаған дүниелер болатын болса, онда сіздің бұзылған құқығыңызды қалпына келтіруді қамтамасыз ететін институттар, прокуратура, бағанағы соттар, солардың барлығының әрекет ету құқығы болып табылады. Жалпы сол, әзірше сол, осы дәрістің электронды нұсқаларын және презентациясын қоғамдық желіде көрсетілген сілтеме бойынша таба аласыздар, және де осы сілтеме бойынша. Сіздерге үлкен рахмет, сау болыңыздар.